Швейцарияға келдік. 66 Швейцария бір Қазақстанның территориясына сыйып кетеді екен. Ал Швейцарияның экономикасының жалпы ішкі өнімі 900 миллиард доллардан асады. Бұл үш Қазақстан деген сөз. Яғни Швейцария Еуропаның жүрегінде орналасқан ең қуатты экономикасы бар ел. Швейцарияда ең төменгі айлық 5000 евро. Теңгемен санасақ 2 миллион 700 мың теңге. Сонымен қатар Швейцарияда 28 Нобель сыйлығын алған адам бар екен. Осындай кішкентай ғана аумағы бар мемлекеттің қуатты экономикасы қалай құрылды деп ойлайсың? Менің ойымша экономикасының құпиясы білім, ғылым, зерттеу орталығы, биотехнология, банк жүйесі және туризм. Осылар экономиканың драйвер деп саналады. Әлемдегі миллиардерлер дәл осы Швейцарияның банкіне кеп ақша сақтайды. Өйткені бірінші, екінші дүниежүзілік соғысқа қатыспаған, экономикасы тұрақты, қауіпсіз мемлекет. Бұл мемлекетте әлемдегі ең үлкен халықаралық ұйымдардың штаб пәтерлері бар. Швейцарияда орналасқан, мысалы, Біріккен Ұлттар ұйымы. Швейцариядан біздің үйренетініміз өте көп екен.